Жарасымды киіне білуде өнер. Сәлем сұлуларым. Бүгін көптен қозғалмай кеткен сән тақырыбына, оның ішіне дене бітіміне қарай киім таңдау жөнінде сөз қозғаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, тікелей отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Дене бітімі толық ханымдар киім таңдауда өздеріне жайлы және сенімді болуын ең басты назарда ұстауы керек. Сондай-ақ стилистердің келесідей кеңестерін ескере жүрсе, киім үлгісі әдемі көрінері сөзсіз. Ең бірінші дене пішініне мән беріңіз. Әркім дене пішініне сәйкес киім таңдаса, киім жақсы отырады. Келесі кеңес тік сызықты киімдер киіңіз. Тік сызықтар немесе тіке кесілу сіздің денеңізді ұзын және тар көруіне көмектеседі. Үшінші, түстер мен өрнектер. Яғни қараңғы түстер мен дене пішінін арықтау етіп көрсетуге болады. Дегенмен ашық және қанық түстерден де бас тартпаңыз. Тек үлкен өрнектерден сақтанғаныңыз үшін. Себебі олар көлем қосып көрсетеді. Келесі аксессуарларға да мән беріңіз. Жұқа белбеу немесе үлкен сырға сияқты аксессуарлар сіздің стиліңізге әсерлілік қосады. Ал дұрыс таңдалған іш киім жалпы үлгіңізді жақсартып, киімнің әдемі отыруына көмектеседі. Алтыншы кеңес қабатталған киім үлгісі, яғни жеңіл жейде немесе жакет сияқты қабатталған киімдер үйлесімді көрініс жасайды. Соңғы кеңес жең ұзындығы 3/4 өлшемде болса, қолды визуалды түрде ұзын және әсем етіп көрсетеді. Ал дене бітімі арықтау ханымдар киім таңдарда дене пішінін тепе-теңдікте және сәл көлеңдірек етіп көрсету керек. Бірінші, көп қабатты киімдер киіңіз. Жеңіл қабатталған киімдер денеге көлем қосып стильдік көрініс береді. Екінші кеңес, жұмсақ және ағып тұратын маталар денеге жабыспай, пішінге көлем қосады. Арықша киген ханымдарға келесі кеңес, жарқын түстер мен өрнектері бар киімдерді қолданыңыз. Ашық және қанық түстер немесе үлкен өрнекті киімдер денені толық әрі көрнек етеді. Сондай-ақ көлденең сызықтарда денені толықтау етіп көрсетеді. Ал аксессуарлардан белді анықтап көрсететін жіңішке белбеулер пішінге үйлесімділік береді. Төртінші кеңес, қалталы және безендірілген киімдер киіңіз. Артық элементтері мен әшекейлері бар киімдер денеге қызығушылықты арттырады. Ал кең шалбарлар мен белдемшелер аяқтарға көлем қосып, стильді көрініс береді. Келесі кеңес, иықты кеңейтіп көрсету. Жеңі ұзын немесе иығында жапсырмалары бар киімдер дене пропорциясын жақсартады. Соңғысы қысқа блейзерлер мен шакеттер, яғни белге дейін келетін қысқа сырт киімдер белді айқындап силуэтке көрік береді. Маңыздысы киімнің сізге ыңғайлы болып, өзіңізді сенімді әрі әдемі сезінуге көмектесуі. Енді адамның түр-түсіне қарай киім таңдауын қарастырайық. Түр-түске қарай киім таңдау сыртқы келбетіңізді жақсартып, жарқын етіп көрсетуге көмектеседі. Түр-түсіңізді анықтау үшін теріңіздің, шашыңыздың және көзіңіздің реңкін ескеру қажет. Түр-түстері әдетте 4 маусымға бөлінеді: көктем, жаз, күз және қыс. Әр маусымға сай келетін түстері болады. Яғни, бірінші көктем түсі. Терісі ашық, жылы реңді, шашы ашық алтын түстес, ашық қоңыр болып келеді. Ал көздері көк, жасыл, ашық қоңыр. Ұсынылатын түстер пастельді түстер, ашық сары, шабдалы түсі, ашық көгілдір, жеңіл қызғылт, ақшыл жасыл түстер. Келесі жаз түрі. Терісі ашық, салқын реңді, шашы ашық сұрғылт, анық қоңыр болып, көздері сұр, көк болады. Мұндай жандарға ұсынылатын түстер күлгін, лаванда, сұрғылт көк, жұмсақ қызғылт, көгілдір, пастельді жасыл түстер. Үшінші, күз түрі. Терісі жылы реңді, шабдалы түстес, шашы қара қоңыр, қызғылт сары болып келеді. Ал көздері жасыл, қара қоңыр болады. Ұсынылатын түстер терең қызғылт сары, қола түсі, шоколад түсі, қанық жасыл, сарғыш, зәйтүн түстері. Соңғысы қыс түрі. Терісі салқын, ашық немесе өте қара түсті. Шаштары қою қоңыр, қара және сұрғылт қара. Ал көздері салқын көк, қою қоңыр, сұры болады. Ұсынылатын түстері қанық көк, ақ, қара, қою қызыл, көкшіл жасыл және қанық күлгін түстер. Жалпы қорытындылай айтқанда,
Контрастты тері реңдері, мысалы өте ақ немесе қара тері үшін қанық, жарқын түстер жақсы үйлеседі. Ал жылы реңді терілер алтын түстес, жерге жақын түстермен үйлесім табады. Салқын реңді терілер салқын түстерді, мысалы көк, күлгін, ашық сұр түстерді жақсы көтереді. Түр түсіңізді анықтап, сол бойынша киім түстерін таңдасаңыз, табиғи сұлулығыңызды ерекше көрсете аласыз. Мінеки қанымдар, бүгін дене бітіміне және түр түсіңізге қарай әдемі де тартымды киіну туралы кеңестерімізді қарастырдық. Қазақ тілінде арнамызды қолдап, тіркеліп, лүпіл басып, шабыт сыйласаңыздар, алдағы уақытта сәнді де стильді киіну жөнінде видеолар салып отырамыз. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.